Амансыздар ма достар? Мен бүгін өте қуаныштымын. Бүгін осындай күн, бірінші күн, сабақ қазақша лидер жолы. Өте қуаныштымын осындай дәрежеге жеткенімізге. Себебі Atomic компаниясы бізге қанша мүмкіндік берді, қаншама сабақ өткізілді. Орыс тілінде көп нәрсеге үйрендік. Үлкен рахмет. Қазір енді бұның білімнің бәрін қазақша аудармасын алуымыз керек. Ең бірінші мен сіздерге өзімді әдемілеп тұрып таныстырып жіберейін. Менің есімім Қарлығаш Тұрысбекова. Мен Шымкентте ең бірінші шалрон розасы боламын. Мен ойлаймын, осы 2 жылдың ішінде бұл өте үлкен жұмыс болды. Үлкен осындай табысқа алып келді еңбегіміз. Ең бірінші мен сіздерге мынандай сұрақ қойғым келеді. Қандай сұрақ? Қазір чатқа жазып жіберіңіздер, барлықтарымыз қазір жауап береміз. Активный боламыз, ол маңызды. Қаншалықта қазір информацияны дұрыс қабылдау үшін сол өзімізді кішкене энергиямызды көтеріп жіберейік, Бірінші өзімізге рахмет айтайық. Содан басталады негізінде біздің жетістік. Чатқа бәріміз өзіме рахмет деп жазайық. Ол өте маңызды. Давайте чатты қайырлы кеш, рахмет. Чатқа жазып жіберейік. Өзіме рахмет. Ол өте маңызды информация өзімізге, подсознаниямызға. Керемет, керемет. Бибигүл, сымбат, Әйгерім. Супер. Себебі бұл өмірде ең бірінші өзімізге ризашылық керек. Алға жылжу үшін, жаңа білім алу үшін, және жетістікке жету үшін. Керемет, супер. Қуаныштымын. Енді екіншісі, ең маңыздысы, біздің спонсорларымыз бізге үлгі беріп, қаншама білім беріп жатыр, біздің өсіруіне әрекет жасап жатыр. Бәріміз спонсорларымызға рахмет айтайық. Және осы керемет компаниямен бізді таныстырған үшін бәріміз қазір спонсорларымызға рахмет айтайық. Қазақша айтқандай, дейді ғой, демеушімізге рахмет, әлде спонсорымызға рахмет деп жазсақ болады. Чатқа ол бәрі космосқа барады. Біздің ризашылығымыз ол өте маңызды. Ой, рахмет, керемет, супер. Қаншама сөздер, керемет сөздер. Керемет энергетика болып жатыр чатта. Супер. Енді сіздерге мынандай сұрақ қойым келеді. Ох, супер. Демеушіңізге рахмет, Арайлым, Бибигүл. Сіздерге мынандай сұрақ. Баршаңыз, кім Atomic компаниясында міндетті түрінде жетістікке жетемін деген шешім қабылдады? Осындай сол кісілер қазір міндетті түрінде чатқа леп белгісін берсінші. Кім міндетті түрінде Atomic компаниясында жетістікке жетемін деген адам? Супер. Супер. Керемет. Супер. Ох, мен қуаныштымын сіздер үшін. Қаншама адамдар Құда қаласа империалдыққа жетеді. Ол өте маңызды. Қаншама біз адамдарда комментақ таныстыра аламыз, қаншама жетістікке жете аламыз. Өз-өзімізді жаңағы жылылыққа, махаббатқа толтырып адамдармен бөлісеміз. Ол өте керемет нәрсе. Дәл қазір қандай жетістікке және өзіңізді қандай статусты көріп тұрсыз. Ол өте маңызды. Соны жазсаңыз да болады. Соны біз чатқа жаз жіберейік. Ол да космосқа барсын. Бізге сондай осы жағымды, адамдарға жағымды, өзіміздің болашағымызға жағымды энергетикамыз да қаласа бізге космоста жиналып, өзімізге супер, жаңағы супер энергетика болып, супер жетістік болып, супер табыс қып бізге қайтарылсын. Сондықтан сенімділік, әр сөзіңізде сенімділік болу керек. Ол маңызды. Жай жазу емес. Мен жетістікке жетемін деген оймен, Құда қаласа, сол жетістікке жетесіздер. Қазір енді мен слайдты қосамын. Және
өзім қалай жетістікке жеттім, не маған көмек берді, маған не маңызды болды, соны сіздерге әдемілеп тұрып айтып беремін. Атомия, негізінде атомия алдындағы өмірім де қазір айтып беремін. Bir minut. Қазір слайд қосамыз. Баршаңызға көрініп тұр ғой, иә, слайд? Слайд көрініп тұрса, плюс қойсаңыз жетеді. Ой, рахмет сіздерге. Ең бірінші, қазір мен сіздерді өзімнің нағыз мұғаліміммен таныстырғым келеді. Ол Стелла Хигай. Ең маңыздысы, именно осы кісі, Стелла Хигай, мені осы компанияға шақырды. Осы кісіден менің осындай жетістік жолым басталды деп айтсам да болады. Себебі атомияның алдында мен бұл кісімен таныстым, Стелла Хигаймен, және осы кісімен бірге қатар жұмыс істегім келді. Сондай арманым болды. Сондай армандап бір жылдың ішінде сол кісі мені осы атомия компаниясына шақырды. Сонда мен өзіме сондай шешім қабылдадым. Осы сөздер маған маңызды болды. Мен оқыдым және өз ойымды қосып, сізге осын оқып бергім келеді. Жетістікке жеткім келсе, сол жетістікке жеткен адамдармен қарым-қатынас ұстап, және істеген қадамдарын қайталап. Ол өте маңызды болды маған осы сөздер. Бұл сөздер себебім, қазір мен айтып берейін, өз тарихымды атомияға танысар алдында қай жерде мен жұмыс істедім, әлде үйде отырдым ба, соны қазір айтып берейін. Атомияның алдында мен өзім үйде отырдым, үй шаруашылығымен айналыстым, балаларымды өсірдім. Арасында мен жұмыс істедім, жұмыс жасадым, бірақ кейін декретке шығып, одан кейін мүлде жұмысқа шыққан емеспін. Әрине, үйде отырған әйел қандай болады? Өз-өзіне сенімділік жоғалтады. Өсу арман болады. Бірақ ойланасын, толғанасын, қалай мен өзім жетістікке жетеді екенмін. Жаңа жетістікке жеткен басқа әйелдерге қарап, жаңағы сондай сияқты болғым келді. Сондықтан мен өзіме бизнес ашқым келді. Бірақ бизнес ашу үшін оған көп қаражат керек, дұрыс па? Бизнес ашқым келген соң кредит бірақ алғым келмеді, себебі оны қайтару да оңай нәрсе емес. Бәріміз кредитте ол кезде, қазірдің өзінде де кредитте отырған адамдар көп, сондықтан мен кредит алғым келмеді. Жұмыс іздедім, бірақ сетевойды мен қаламай жүргенмін, себебі осы атомияның алдында бір сетевойда жұмыс істегенмін. Ол жерде, ол сетевойда сәл басқаша болды. Сәл емес, негізінде бұрын сетевойдың біздің көзқарасымыз қандай болды сетевойға? Жоғарыдағы тек адамдар ғана табысқа жете алады, астында жазылған адамдар табысқа жете алмайды. Дәл сол жаңағы ереже, дәл сол ереже маған ұнамады. Себебі мен қалай осы бизнеске адамды шақырамын, қалай продукцияны ал деймін, егер ол адам табысқа жете алмайтын болса. Себебі ол сұрайды ғой, мен бұл жерде табысқа жете аламын ба? Сол маған өте қиын болды. Сондықтан мен кетіп қалдым ол жерден. Шынымды айтсам, ешкімді де шақырамай. Әрине, мен сенімділік жоғалттым өзіме. Әрине, мен ойладым, значит, мен шақырамаймын адамдармен қарым-қатынас ұстау маған үйрену керек екен түсіндім сол кезде. Қалай қарым-қатынас дұрыстау керек екен, қалай жеткізу керек екен. Сондықтан, бірақ дәл сол компанияда істеген кезде мен Стелла Хигайды кездестірдім. Сол кезде мен бұл кісіні уже қалай айтуға болады, махаббатым ашылды, бұл кісінің біліміне,
қарапайымдылығына, жаңағы әдемелеп тұрып түсіндіргеніне, сондықтан психология маған өзіме жақын болған соң, бұл кісімен жұмыс істегім келді әрине. Сондықтан кейін бір жыл болмай Стелла Хигай мені Атомиға шақырады. Кейін не болды? Міне Атомимен танысу 4 маусым 2019 жыл. Бұл жерде мен Стелла Хигайды былай көзбен көз бірінші рет көрдім негізінде. Оның алдында жай сценада тұрған ол кісі, мен отырғанмын, жаңағы басқа кісілермен қатар залда, сөйтіп тыңдағанмын, үйренгенмін. Бұл жерде 40 адам болды. Бұл жерде бізде бірінші рет, сол кезде ең бірінші рет Атоммен танысу күні болды. Керемет күн. Бұл күннің ерекшелігі, осы кездесудің ерекшелігі неде болды? Бізбен осы компаниямен таныстырған Стелла Хигай болды және Марина Югай. Бұл кісілер Атомидің қаншалықты компаниясының политикасы, философиясы қаншалықты жоғары екен бізге жеткізе алды. Пахангелдің қаншалықты қарапайым кісіден халықты ойлап осы компанияны шығарды. Және бұл компанияда маған қатты ұнағаны, жүрегіме дейін жеткені, ол әр келген адам компанияға өсе алады деген сөз. Сол маған өте маңызды болды. Және Стелла Хигай мен Марина Югайдың бізге жаңағы продукциясын дәмін татуға берді. Ол да бізге маңызды болды. Ол бізге енді өзіңіз қараңыздар, әр компанияда ондай жоқ. Мысалы, мынау осы өнімнің дәмін көріңіздер. Ол кезде біз жаңағы бірталай водоросли жеп көрдік, витамин С іштік, хемохим іштік, әрқайсымыз айтты қандай дәмі. Сол бізге өте қызықты болды. Сол бізге өте көңіл күйімізге де жағымды болды. Біз өзімізді керекті болып сезіндік, маңызды болып сезіндік. Ол маған үй шаруашылығымен айналысқан әйелге өте маңызды болды. Себебі менде ол кезде үйренгім келді, табысқа жеткім келді, бірақ мен ол жолды білмедім, қалай ол табысқа жету. Сонда осындай махаббатпен істеген істері біздің спонсорларымыздың маған қатты жүрегіме дейін барды. Сол жерде біз өте бақытты жан болып, осындай керемет Атоми компаниясының өнімдерін дәмін татып, түсініп қаншалықта жаңағы упаковкасына қараған кезде, коробкаларына қараған кезде, уже түсіне бастайсың, қаншалықты сапалы заттар екен. Оны ашып дәмін көрген кезде көзің жетеді, қаншалықты бұл керемет өнім екен. Сонда мен өзіме айттым, қаншама адамдар сапалы заттар іздеп жүр, қаншама адамдар сапалы косметикамен пайдаланғысы келеді. Неге мен көрейін осы компанияда? Мүмкін бір нәрсе болар дегенде ой болды менде. Сондықтан мен осы компанияға жазылдым. Осындай керемет күн болды. Бәріміз өстіп суретке түстік. Қазір осы суреттегі адамдардың көбісі үлкен жетістікке жетті. Сондай күшті күн болды. Қазір мен сіздерге осы ең бірінші, ең алғашқы жетістік академиясы жайлы бір ауыз айтып жіберейін, себебі ол қазір тарих. Қазақстанда бірінші рет болған мероприятие Алматыда өткен 2019 жылы 19 қазан күні. Сіздің қазір назарларыңызда Владимир Хигай, біздің спонсорымыз, не алып жатыр? Жерде 2 билет, саяхатқа 2 билет алып жатыр. Себебі Владимир Хигай Шарон Розасы болып тұрып жерде. Керемет. Мен өте қуандым біздің осындай керемет спонсорларымыз болғанына. Сонда өз-өзіне қаншалықты олар өз-өздеріне сенімді екен, маған да сенімділік берді. Ол өте маңызды нәрсе деп ойлаймын. Бұл жерде Владимир әрі Шарон Розасы болып жатқаны суретке түсіп тұр. И 2 билета путешествия дейді на 4 дня, то есть 4 күнге саяхат,
тағы не айтқым келеді. Осы семинарда, алғашқы семинарда Владимир сөз сөйлейді. Сол сөзінде мен өзіме не алдым, мен әрине менің жүрегім жылулыққа толды, себебі Владимирдің айтқан сөзі әр жүрекке жететіндей қылып сөйледі Владимир. Жетіске деген құштарлығы маған өте жаныма дейін жетті. Сосын компанияға махаббаты, продукцияға, өнімге махаббаты, қарапайымдылығы, табысқа шығу жолын әдемілеп тұрып жеткізіп берді халыққа. Қаншалықта халықты жақсы көретін адам екенін, жан екенін көрсетті. Және айтып берді бізге, не көмек берді, өзіне не көмектесті. Ең бірінші, ең маңыздысы бар сөзінен ол ризашылық. Әйеліне ризашылық, компанияға ризашылық және сенімділік. Және жетістікке жету үшін бірінші қадам, ең маңызды қадам өз-өзін жақсы көру. Қасыңдағы жақын адамдарыңды, достарыңды, таныстарды, жай әшейін көшеде жүрген адамдарды жақсы көру. Ол не деген сөз жақсы көру? Түсіну, тек қамқор, тек жылылықпен қарау деген сөз. Қанша бұл өмірде өмір сүрсек те, жақсылық жасауға тырысуымыз керек. Сол маңыздылығын көрсете білді Владимир. Және ары қарай не істеу керек? Ол әрине маңызды, бірақ қалай сіз оны жеткізесіз? Қалай ары қарай өсесіз? Ол профессионалдық жағынан әрине өзімізді өсіруіміз керек. То есть профессионалдық жағымызды тереңдету. Ол өте маңызды болды. Осындай керемет оқиға. Бұл суретте біз Стелла Хигайды көріп тұрмыз. Стелла Хигай бриллиантовый мастер сертификат алып тұр, және Атомия компаниясынан сыйлық алып тұр. Хим және 6 тепшекті сет, бетке күтімі және ивнингке. Бұл жерде де Стелла Хигай керемет сөз айтты, халыққа жеткізді, қаншалықты маңызды өзіңізге сену. Біз көпсінде басқа адамдарға сеніп жүреміз ғой, бірақ ең кереметі, ең күштісі, мықтылық беретін, сенімділік беретін саған, ол өзіңе сену керек екен. Оның бәрін мен тыңдап, әрине өзіме сабақ алдым, өзіме керекті жерлерін сызып, осылардың бәрін мен өмірімде жетістікке жетуге міндетті түрінде пайдаланамын деп өзіме сабақ алдым. Дәл сол семинарда, алғашқы семинарда маған маңызды болды мастер продаж болып шығу. Осы сценада сол жағында көк көйлекте тұрған қолмен мастер продаж болған. Әрине осы семинарда мен де сөз сөйледім. Ол жерде айтқым келеді, көбісінде мен қазір жұмыс жасаған кезде көбісі жаңағы сөз сөйлеп қорқады. Жоқ, мен бұны әлі істеген емеспін, мен бұндайға үйренген емеспін, сіздерге оңай. Жоқ, оңай емес, ешкімге оңай емес. Жай қадам жасап сөйлеу керек. Не сөйлей аласыз? Ешкім сізді сынамайды. Дәл сол сияқты мен үлкен сценада сол кезде бірінші рет сөйледім. Ол маған өте маңызды, өте қажетті қадам болды. Себебі сол жерде мен де өзімнің мүмкіндігімді байқадым. Мен де жетістікке жете алатынымды, сенімділігім көбейді сол кезде. Алғашқы осы біздің жаңағы сценада өз-өзімізді көрсету өте әрине есте қалған. Осы сурет бәріміз, сол жерде бәріміз бізді тыңдаған халық, және бізде өзіміз бәріміз өстіп, оң жақтағы суретте өстіп суретке түскеніміз әдемелеп тұрып, осындай күшті тарихте қалған күндер. Әрине әр қадам бізге сабақ береді. Осы қадам маған керемет сабақ берді.
тек алға ұмтылу, тек мақсат қою және күнде қадам жасау алға. Сонда міндетті түрінде мен сол мақсатыма жете аламын. Әрине, әр мақсатқа жету үшін біз өз-өзімізді өсіре білуіміз керек. Өсіру үшін біз қалай өсеміз? Біз сабаққа барамыз, дұрыс па? Бірінші класстың оқушысы сабаққа барады, үйренеді, жаңағы алфавит үйренеді, сөйлесуді үйренеді, тақпақ үйренеді және алфавит үйреніп сөздерді жазуды үйренеді. Сол сияқты мен әрине ол кезде мен 49-да болдым, мысалы, 49-да болсам да мен өз-өзіме айттым, мен осы қазір қандай дәрежедемін, мен қандай қадам жасадым осы дәрежеге жету үшін. Енді мен басқа дәрежеге жеткім келеді, мен табысты болғым келеді. Ол үшін мен мүлде басқа қадамдар жасауым керек. Басқа мінез болу керек. Өз-өзімді басқаша көрсете білуім керек. Және осы компанияның маған қараған кезде, Қарлығаш Атомида жұмыс істейді, сондықтан өте жақсы, беті өте жақсы болған дегендей, жақсы болып тұр, өте керемет көрінеді деп, сондай жетістікке жетуім керек деп мен айттым да сол кезде. Айтады ғой, лицо компании. Сол мен лицо компании болғым келді әрине. Сондықтан мен ең бірінші бұл бизнесті бастаған кезде мен Evening Key алдым және ZF. Evening Key, ZF қолданып, басында енді бөлек өзіме аламаған соң мен мастер-класс жасадық және өзіме пайдаландым. Сонда Evening Key мен ZF бізде 6 айға жеткен кезде мен өте қуандым. Қандай керемет, бұл ұзаққа жететін продукция, адамдарға өте маңызды ғой деп қуанышты болдым. Бірақ оған қосымша, продукция керемет, ол жұмыс істейді, адамдарды таныстырасын, адамдарды сен жазасың бір-бірінің астына, команда сен құрасың. Бірақ сол командамен қалай жұмыс істеу, қалай мақсат көру, қалай жоспар жасау, оның бәріне әрине үйрену керек болды. Сондықтан мен Стелла Хигайдың тренингтерінен қалмауға тырыстым, оқуға тырыстым. Осы жерде мен мастер-продаж, ең бірінші мастер-продаждықты мен август, кешіріңіз, сентябрь айында, 13 сентябрьде жаптым. Жаңағы 19 сентябрьде уже алғашқы академия болды, жетістік академиясы болды. Бұл мына суретте мен екінші рет мастер-продаж болдым, екінші рет подтверждение жасадым. Сөйтіп Астанаға осындай мақсатты көру тренингіне қатыстым. Стелла Хигай бізге әдемілеп тұрып бәрін түсіндірді. Керемет ойын болды. Сол ойын, сол қызықты ойын маған көрсетті. Қаншалықты біз адамдардың көзқарастарына, адамдардың ойына біз қатты көңіл бөледі екенбіз. Адамдар айтады, ой, сен істей алмайсың, ой, сен қанша үйде отырдың, мысалы, тыныш отыра берсейші, әлде сен ондай сенің мықтылығың жоқ, оған көп оқу керек, қаншама сенімділік енгізеді, жан тәніңе, ойыңа деген сияқты. Солардан құтылу керек екен. Сол кезде мен өз-өзіме, сол маған не болды? Открытие болды дейді ғой. Открытие болды. Оған мән бермеу керек екен. Ойыңда бірақ ой болу керек екен. Мен жетістікке жетемін. Себебі мен Қарлығашпын. Әр адам сол өз-өзін жаңағы сыйлап, жаңағы Владимир айтпақшы, өз-өзін жақсы көріп, өз-өзін ең бірінші өз-өзін жақсы көріп, алға ұмтыла алады екен. Соны түсіндім. Сондықтан әр тренинг негізінде біздің ой өрісімізді мүлде
өзгертеді екен, басқа жағынан басқа қырымды ашады екен. Сол маңызды әрқайсымызға жетістікке жету үшін. Маған бұл үлкен сабақ болды. Міне менің тағы да өсу жолым. Айттым жаңа, көп тренингтерге қатыстым деген. Тренингтер өте қызық. Неге қызық тренингтер? Себебі ол жерде практикалық жұмыс көп болады. Сен расында да өзіңмен танысасың. Өзіңді қаншалықта сен бұл өмірде өзіңді әлі білмейтініңді түсінесің. Қаншалықта сен күш-қуаттың, ішінде жатқан күш-қуатыңды сыртқа шығарасың. Сол өте маңызды. Және әрине жаңа адамдарға көрсете алмаған біз бүйтеміз ғой. Адамды сыйлап тұрамыз, адамды жақсы көріп тұрамыз. Бірақ көпсінде оны айтпаймыз, ішімізде ұстаймыз. Маңызды соны айту. Маңызды сол адамға күш-қуат бере сал. Қандай сен бүгін кереметсің? Қандай сен бүгін әдемі, сұлу болып көрініп тұрсың? Және сол адамның жағымды жағын айтқан жөн. Ол сіз әрі оған күш-қуат бересіз, және өзіңізге сенімділік күш-қуат бересіз. Ол өте маңызды. Осы жерде міне тренингтер, өзімізбен жұмыс істеген тренингтер әрине маған көп сабақ берді, және жаңа қадамға жол ашты. Сол осындай маңызды тренингтер. Баршаңызға мен жаңағы айтамын, оқыңыздар, және оқыған кезде жай информация қабылдау емес, мен осы информацияны жан тәнмен қабылдау керек. Ол кезде бәрін ұмыту керек. Сол сабаққа кіріп кету керек, және өзіне керекті, өзін тек өзгертетін, жақсы жағынан өзімді көрсететін жағын көрсету керек екен. Өз-өзімізбен сөйтіп танысамыз. Келесі слайд. Ол алғашқы арман структурасының семинары 2019 жылы маусым айы. Бұл негізінде өте керемет тарихта қалған күн. Маған да бұл күн сабақ болды. Мен бұл жерде шыққан жоқпын сценаға, бірақ мен үйрендім. Қалай адамдар таныстыра алады, өз-өздерін таныстыра алады, қалай адамдар түсіндіреді. Мен үйреніп отырдым. Бұл семинар өте қажетті болды біздің структурамызға, себебі біз ол жерде байқадық, қаншалықты бізде мықты структура, қанша адамдар жетістікке жеткісі келеді, қанша адамдар өз-өзіне сенімділік алғысы келеді, және қанша адамдар сенімді. Бұл структура әрине бұл бәрімізді қосады, таныстырады, және үлкен команда екенімізді көрсетеді осындай семинарлар. Сонымен осындай семинарлар әрине саған да, әр адамға, расында да әр адамға айтады ғой, бір үлкен жанұяның, бір керемет жанұяның маңызды емес, сен қазір сәл ойымды бөлейін, маңызды емес, сен қазір қай жердесің, маңызды, сен қай жетістікке жеткің келесің. Сол сияқты, сол жерде мен соны осы ой одан да қатты терең менің сознанияма, ой өрісіме қатты кірді. Қаншалықты маңызды осындай структурный семинарларға қатысу. Әрине бір-біріміздің энергетикамызда бір-бірімізге көмек болды, қаншама білім бір-бірімізге бердік, бір-бірімізді өсірдік. Бұл семинардың ерекшелігі әрине ол біздің структурамыздың қаншалықты мейірімділігі структурамыздың. Даже бір-бірімізді білмесек те бір-бірімізді қолдауға тырыстық. Сен қай векадасың, ол маңызды емес.
маңызды, сен жақсылық істедің, маңызды, сен бір жанұяңа, атоми жанұяңа дегендей осындай өзіңнің жұмысыңды жасадың, сол толтырдың, жақсылықпен толтырдың, бір ісіңмен толтырдың, алға жылжыдың дегендей осындай күшті семинар өтті. Бұндай семинарлар өте маңызды әр командаға, әр структураға. Осындай бізде күшті семинар болды, осындай семинарға қатыстық. Бұл Алматыда өтті. Алматы тау деген жаңағы керемет жерде, Алматының төрінде. Енді келесі слайд. Ол алғашқы қазақша семинар. Бұл семинарға да мен қатыстымын. Мен өз-өзіме айттым. Мен өз-өзімді айтып едім ғой басында. Мен әр мүмкіндікті, алға мені жылжытатын мүмкіндікті мен пайдалануым керек. Себебі мен басқа адам болуым керек. Сондықтан мен намысқа тырысып, сол кезде міндетті түрінде әдемелеп тұрып, Хамахим жайлы адамдарға жеткізуім керек. Екіншіден мен адамдарға жақсылық жасаймын, себебі осындай керемет сапалы өніммен таныстырамын адамдарды. Ол да маған өте маңызды болды. Мика ханымға үлкен рахмет айтқым келеді, осындай қазақша офлайн семинарды жасағанына. Бәріміз барып, әдемелеп тұрып, дайындалып, осындай керемет информация беріп, ютубқа шықтық. Сол ютубтың арқасында маған көп партнерлар келді. Сондықтан сіздерге айтқым келеді, мүмкіндікті жібермеңіздер, мүмкіндіктің арқасында өсіңіздер, мүмкіндікті пайдаланыңыздар. Келесі қадамдарыңыз, сол кезде әр қадамдарыңыз профессионалды болады. Жаймен профессионалдыққа сіз жетесіз міндетті түрінде. Сондықтан осы бәріміз, осы суретке қарасаңыз, біз бәріміз бақыттымыз, себебі жақсы нәрсе жасадық. Ол адамның ішіндегі жаны біздің бетімізбен, сыртымызбен көрсетіледі. Сол сияқты бәріміз бақыттымыз, сенімдіміз өз-өзімізге, өсіп бәріміз суретке түскенбіз. Чатқа жазыңыздаршы, бұл информация сіздерге қаншалықты керемет, қаншалықты сізге қызық. Чатқа жазсаңыздар, давайте бәріміз соны жазып жіберсеңіздер. Иә, күшті айттыңыз дейді, Кеш-Жарық, рахмет сіздерге. Сондай керемет тарихта қалған күндер. Мынау сурет ол Шымкентте семинар. Бұл Шымкенттегі екінші семинар. Негізінде екі семинар болған. Ол кезде пандемияның алдында деймін да. Екі семинар болған. Бұл суретте екінші семинар. Бұл екінші семинарды Владимир маған тапсырды. Осы семинарды адамдарды дайындаңыз. Семинарда сөйлейтін болсын, презентация жасасын, және маркетинг жоспарын айтсын деп осындай маған тапсырыс берді. Маған әрине қорқыныш болды, маған әрине бұл өте жауапкершілікті адам болған соң, маған жақсы жасауға мен тырыстым. Адамдармен жұмыс істеп, адамдар бәрі жақсылап дайындалған, өзімде де шыққанмын сол кезде сахнаға. Сөйтіп бәріміз осы презентация жасадық, Atomic компаниясымен таныстырдық, жаңа келген партнерларды. Бәрі риза болды бізге. Әрине бізде өз-өзімізге риза болдық сол кезде. Сол семинарда, егер осы суретте сіз байқап тұрсыз, біздің жоғарыда тұрған спонсорларымыз келген, Талия мен Мунгён екеуі. Мен айтқым келеді.
Владимир сол кезде маған былай айтты: мен сізбен мақтанып тұрмын деді. Себебі сіз осы семинарға адамдарды жақсылап дайындағаныңызға деген, жауапкершілікті болғаныңызға деген деп мен түсіндім да. Бірақ сөзбен айтты: мен сізбен мақтанып тұрмын, рахмет деді. Сол сөздер маған негізінде қанат берді. Мен сол кезде сенімділік әрине маған одан да көбейді. Ол маған маңызды болды. Владимирге рахмет айтқым келеді сол сөздер үшін. Және қазір келесі оның тағы айтқым келеді. Талия мен Мунгион біздің спонсорларымыз керемет ойын ойнатты. Жаңа семинарға келген адамдарға көп сыйлық алып келді. Сұрақтар қойып, ойын ойнатып, қаншама сыйлық таратылды. Үлкен рахмет айтқым келеді. Оның алдында да Владимир мен Ника қазір есіме түсіріп жатырмын. Астанада да тура осындай семинар өткізіп, керемет ойын ойнатқан. Сол семинарда мен өзімнің нәтижемді айтқанмын Хамахиммен. Сол кезде де мен сыйлық алғам. Сондай осындай қызық ойындар өткізілді біздің командамызда. Оның бәрі есте қалатын күндер, және біз дубликация жасаймыз. Ол өте маңызды. Ертең сондықтан біз қазір командамызды да әрине дубликация жасап, оларға да сыйлық жасап, ойын жасап отырмыз. Келесі суретте жерде көрсетіліп тұр біздің спонсорларымыздың қамқорлығы. Әр офиске барып, бұл кісілер жаңа бізбен бірге суретке түсіп, қалай жағдайларыңыз сұрақ қойып, және бізге өздерінің жаңа білген білімдерін жеткізіп, қалай жұмыс істеу керек екенін осындай опцияларда бәрін әрине бар махаббатымен айтып берді. Маған да оның бәрі маңызды болды. Ол кезде менің әрине отцем басқаша болды. Қазір менің образовательный центрім мүлде басқа. Бірақ сол кезде мен өз-өзіме айттым: мен Құда қаласа бұдан да керемет образовательный центр ашамын. Себебі Atomy компаниясы, Atomy өнімдері керемет жерде болған дұрыс, адамдар дұрыс қабылдаған, маңызды өте дұрыс қабылдаған. Себебі премиум және люкс класс продукциясы ғой. Адамдарға дұрыс жеткізу керек бүкіл информацияны. Бұл жерде міне суретте айтып отырмын ғой, бүкіл Арман веткасының ішіндегі образовательный центрлер, соларға барып суретке түсіп, менің образовательный центримде суретке де түстік, бірақ ол қалмапты. Өкінішке қарай сол барын қойдым сіздерге танысын деп. Ал енді ол пандемияның алдында болды бұның бәрі. Кейін бізде пандемия басталды. Пандемия негізінде болған кезде біз әрине ойланып қалдық. Қалай болады екен? Atomy бизнесі қалай алға жылжиды екен? Қалай біз қазір қандай қадам жасаймыз? Жаңағы жетістікке жету үшін не істеуіміз керек дегенде сұрақ болды бізде. Сонда біздің спонсорларымыз керемет оқу, керемет сабақтар басталды. Ол әрине онлайн болды. Онлайн ол сабақтарды Владимир Хигай, Мика Хигай және Стелла Хигай жүргізді. Ол сабақтар бізді әрине кәдімгідей басқа, бұл бизнестің басқа қырын көрсетті деп айтсақ та болады. Сол көш басшыларымыз қадам алдын ала ойланып, бізге білім керек екенін түсініп, себебі пандемия басталды ғой. Басында офлайн болса, сізбен бізде бір-бірімізді көре аламыз. Қазір онлайн болған соң Инстаграм арқылы және офлайн арқылы қалай біз осы бизнесті ары жете аламыз дегендей. Инстаграмда ол кезде біз не істедік?
мен өзіме не алдым? Инстаграмды мен меңгердім. Мен Инстаграмды мүлде онша түсінбейтінмін. Инстаграмды жақсылап меңгердік. Ол маңызды болды әрине. Жетістікке жетем деген адамға қазіргі осы уақытта өте маңызды. Оны білу қажет. Сондықтан міндетті түрінде Инстаграмды меңгеріңіздер. Тікелей эфирге жиі шығуды, бізге сабақ беретін, үйге жұмыс беретін, соның бәрі міндетті түрінде біз қалмай орындайтынымызды жауапкершілікті болу керек, иә. Өнімдерді зерттеу керек. Жаңа айтқандай профессионалдық дейміз ғой, сол профессионалдық жағымызды біз әрине ұштауымыз керек, тереңдетуіміз керек. Себебі сол профессионалдық бізді ертең жетістікке жеткізеді. Адамдар саған сене бастайды. Я, расында да бұл адам біледі екен бұл өнімді. Расында да қалай жетістікке жетуді біледі екен деп сеніп, сосын ғана шешім қабылдайды. Және хемохимнің күшін тереңірек білдік. Себебі енді ковид болған соң әрине хемохим үлкен жұмыс атқарды. Қаншама өмірлерді сақтады, ол маңызды. Сайтты зерттедік ол кезде, әрине сайттың ішінде қаншама жауаптар бар біздің сұрақтарымызға, оны да біліп алдық. Маркетинг жоспарын әрине жақсылап тұрып, тағы да зерттедік. Ол өте маңызды. Маркетинг плансыз біз алға жылжи алмаймыз. Бизнестің түбі ол маркетинг жоспары әрине. И бұл сабақтарда мен әрине өзіме қандай сабақтар алдым десек болады. Ешқашан күтпеу. Спонсор не істейді, не айтқан жаңағы былай істе деп айтуды күтпеу. Алға мақсат қойып, бұл бірінші сенің бизнесің. Сондықтан сен өзіңе мақсат қойып, міндетті түрінде идеалдық партнер дейміз ғой, идеалдық партнер, ключевой партнерлыққа жету. Сол маңызды болды маған. Себебі идеалдық партнер ол идеальный лидерге апарады бізді, идеалдық лидерлікке. Идеалдық лидерлік ол өте маңызды, себебі сен тек сол дәрежеде адамдарыңды, командаңды жаңа дұрыс ойын жүргізіп, олардың күшін көбейтіп, командаңды өсіре аласың, мықты қыла аласың. Тек идеалдық лидерлік дәрежеде. Ол өте маңызды нәрсе. Ол менің мақсатым болды. Нағыз лидерлікке жету. Өз-өзіме сенімділік көтеру. Әрине сенімділік бар ғой, бірақ одан да көтеру. Ол сенімділік не береді? Білім береді. Дұрыс па? Өз-өзіне сұрақ қоясың. Мен неге өз-өзіме сенбеймін? Маған не жетпей жатыр? Білім жетпей жатыр. Әлде жаңағы мүмкін адамдармен дұрыс адамдарға жаңа продукция жайлы әдемелеп тұрып түсіндіре алмаймын, иә? Сол оның бәрі профессионалдық. Оның бәрін біз жаңағы үйренуіміз керек. Оның бәрі шеберлік. Оның бәрі маңызды. Үйрену керек. Қайта айтуымыз керек. Сондай дұрыс сұрақ қоюымыз керек спонсорларымызға. Мен осындай қадам жасадым, адамға осы өнім жайлы түсіндірдім, былай түсіндірдім. Ол маған былай жауап берді, мен былай түсіндірдім. Бірақ жеткізе алмадым. Мен қай жерде, мүмкін мен қателік жасадым, қай жерде жасадым дегенде осындай сұрақтар қою керек спонсорға. Сол кезде сіз өсесіздер. Басқа сұрақтар болса, жаңағы көбісінде бұны ойланбай, бұны қалай істейміз, айтып жіберші дегенде, ол болмайды. Жоқ, ізденісте болуымыз керек. Өз-өзімізді өсіргіміз келсе, ең бірінші ізденіс. Сонда біз күшейеміз. Ертеңгі күнің бүгінгі күнге байланысты екен. Сол кезде мен өте қатты түсіндім. Себебі бүгінгі ой ол ертеңгі сенің іс әрекетің. Ертеңгі сенің іс әрекетің арғы күннің
арғы күннің жаңағы результат дейді ғой, результаты. Сондықтан ертеңгі күнгі ойлау деген сөз, ол бүгінгі күнді сезініп, бүгінгі күнде қандай сен қадам жасай аласың, қалай сен адамдарыңды өсіре аласың, өзіңді өсіре аласың деген сұрақ қойып, алға жылжи аламыз да сөйтіп. Енді келесі, сенімділік не береді, әлде кім береді? Жаңа мен айтып кеттім, сенімділік білім береді. Әлде кім береді? Әрине өзіңіз бересіз. Жаңа тренинг Астанадағы тренинг болған кезде жаңа айтып кеттім бұл жағын уже сізге. Әр ойың, қадамдарың болашақты өзгертеді. Бәрі ойдан басталады. Бұрынғы әдеттеріңді жаңа әдеттерге айландыр. Ол өте маңызды. Көбісінде бұрынғы әдеттерде бізді жетістікке апарамайды. Себебі бұрынғы әдеттер бізді бір деңгейге жеткізді. Бірақ біз қазір басқа деңгейге жеткіміз келеді ғой. Сондықтан әрине біздің әдеттерімізді өзгертуіміз керек. Біздің егер біз бұрын көп сериалдар көрсек, қазір біз көп кітап оқуымыз керек. Егер біз кеше басқа кітаптар оқысақ, бүгін Atomy компаниясын жақсылап білуіміз керек. Бұл қандай компания? Неден шыққан бұл компания? Адамдарға не береді? Компанияның философиясын, компаниясын, политикасын, девизін, неге онда девиз жазылған? Неге компания сондай қазір өте үлкен жетістікке жетіп жатыр? Ненің арқасында? Әр компания бұл сондай жылдамдықпен бұндай үлкен дәрежеге жете алу, ол әр компанияның қолынан келе бермейді. Atomy компаниясының уже 100 жыл алдына жоспар бар. Сондай керемет компанияда сізбен біз жұмыс істейміз. Енді бұл жерде бұл суретте мен мастер Шарон Розасы болдым. Қалай мен осы жетістікке жеттім? Әрине менде де қорқыныш болды. Бірақ мен айттым ғой, шешім қабылдадым ғой. Ең маңызды әр жетістікте ол шешім қабылдау. Егер сіз шешім қабылдадыңыз, мен мастер продаж боламын, әлде Шарон Розасы боламын, әлде стар мастер боламын деп сол шешіміңізді ешқашан өзгертпеңіз. Ол шешіміңізді өзгерту, сіз өз-өзіңізді лақтырып кету. Сіз сондықтан, бірақ сіз өзіңізді сыйлайсыз ғой. Сондықтан сол шешімді қабылдаған соң, әрине сол жоспар қойып, күнде қадам жасап жеткен дұрыс. Мен командама рахмет айтқым келеді осы жерде. Себебі мен жалғыз өзім бұл дәрежеге жете алмаймын. Тек командамның арқасында, тек спонсорларымның арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмын. Бұның бәрінің алғашқы күндері білімге толтырылған, біліммен және қадамдар, дұрыс қадамдар және спонсорларының айтқанын істедім мен. Жауапкершілік алдым. Өзімнің ісім үшін жауапкершілік алып, мен жетемін осы мақсатқа. Себебі бұл менің арманым, себебі бұл қазіргі менің мақсатым деп мен шешім қабылдап, әрине әртүрлі ситуациялар болады, бірақ мынандай нәрсе бар. Әр ситуацияның өзінің шешімі бар. Сол шешімін тауып, алға жылжимын,
міндетті түрінде жетемін деп өзіме мақсат қойып жеттім. И және осы сөздерді сізге оқып жібергім келеді. Бұл Лев Толстойдың сөздері. Өмірден күтпеген сыйлықтарды күтіп, уақыт жоғалтпаңыз. Өміріңізді өзіңіз жасаңыз. Уақыт келді. Бұл Лев Толстойдың өте мынандай мықты сөздер. Егер терең оймен қарасаңыз, керемет сабақ алуға болады осы сөздерден. Және өткізбеу керек. Өмірді бостан босқа өткізбеу керек. Өмір сүру керек. Өмірге былай шетінен кино сияқты қарамау керек. Біз кино қараған кезде, біз біреудің өмірімізбен өмір сүреміз. А егер біз өзімізге қарасақ, ішкі дүниемізге қарасақ, біз өзіміздің өмірімізбен өмір сүреміз. Сондықтан мен сіздерге айтқым келеді, өздеріңіздің өмірлеріңізбен өмір сүріңіз. Келесі слайд. Бұл жерде осы міне сол жақтағы бірінші сурет. Менің партнерларым, ең бірінші партнерларым, спонсорлармен бірге суретке түскен. Енді Владимир Хигай, Стелла Хигайды танып отырсыздар. Сол жағында, сол жақта суретте ол менің бриллиантовый мастерім Эльмира Рахымбай. Және Миканың қасында ол Фарида. Фарида ол біздің қазір мастер-продаж. Менің мақтаныштарым, әрине тағда басқа менің көп лидерлерім бар. Ол Әсел Андасова, Жанар Султанова, және Арайлым Күнту. Сондай керемет лидерлерім бар. Дана Оспанова. Құда қаласа, мен сіздерге тілеймін. Сіздің командаңызда да көп лидерлер болсын. Және менің командамда керемет, өте керемет лидерлер бар. Ол Фатима Аминова. Мен ол кісілерге өте ризамын. Себебі олар өз-өздеріне қалай айтуға болады. Сондай керемет лидерлер. Өз-өздеріне сенімді және адамдарға сенімділік беріп, үлкен команда өсіп жатыр. Оның ішінде Райхан Тілектаева, оның ішінде Малика Аминова, оның ішінде Жанна Айджанова, Альмира Ахметова және басқа көп лидерлер. Мен Аллаға ризамын, осындай керемет компанияға келіп, осындай керемет адамдармен танысып, алға жылжып жатқаныма үлкен рахмет. Келесі суретте ортасында мен Никамен түскен суретім. Бұл біз жаңағы алғашқы қазақша онлайн семинарында бірге түскенбіз. Оң жақта бұл жерде как раз сол сурет біздің Эльмира бұл жерде бриллиантовый мастер болған. Сол кезде мен сразу осындай сыйлық берген. Соған риза болып суретке түскенбіз екенбіз. Осындай күшті тарихта қалған күндер. Енді мен не айтқым келеді сіздерге? Осымен керемет, ең соңында мен сіздерге керемет сөздер айтқым келеді. Сұрақ қойғым келеді. Қалай сіздер әртүрлі қиындықтар болады ғой өмірде. Жетістікке жету үшін де қиындықтар болады. Сол жетістікке жету үшін сіз сол қиындықтарға қалай қарайсыз? Сол сұраққа өзіңізге міндетті түрде жауап беріңіздер. Себебі бұл өте маңызды. Қиындықтар, ол жақсылап қарасақ, ол біздің ойымызда. Қиындықтар жоқ. Бір сөзбен айтқанда, қиындықтар ой өрісімізде. Сол ой өрісімізді өзгертіп, қиындықтар жоқ. Әр сұрақтың жауабы бар деп
өзімізге шешім қабылдайтын болсақ, Atomic компаниясында біз міндетті түрінде үлкен жетістікке жете аламыз. Қарлығаш, көп рахмет. Күшті лекция болыпты. Көрермендерден чатта үлкен қолдау болды. Қазақша Қарлығаш ханым, Стелла ханым секілді жомарт демеушісіз бізге, яғни партнерларына әрқашан қолдау көрсетесіз. Сізге көп рахмет, Әсел депті. Қарлығаш, биік белестерден көріне беруге тілектеспін. Қарлығаш, біздің Стелламыз деп айтып тұралтын ғой. Қазақша Стелла. Қазақша Стелла. Рахмет. Егер қымбатты достар, егер сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, сол сұрақтарыңызға міндетті түрінде жауап беремін. Бұл біздің негізінде ең керемет жұмысымыз ғой Atomic компаниясында. Ой, рахмет. Бүгін өте қызықты, де пайдалы ақпарат болыпты. Запись болады. Көрермендерге көп рахмет. Осы өнім дейді, сіз үшін қандай пайдасын берді? Қандай өнім? Хемохим? Мен негізінде өзім хемохимнен бастадым. Танысқан кезде Атоммен хемохимді мен өзім денсаулығым өте төмен болған соң, иммунитетім өте төмен болған соң, врачтар маған айтқан, иммунитет көтеру керек, сонда біраз аурулар сізден қашады. Сонда мен әрине хемохим алдым. Хемохим алдымда күнде 2 стиктен іштім. Алған кезде сразу 2 упаковка алдым. Үлкен коробка, 2 алдым. Қатты қиналдым, иммунитетім жоқ болған соң. 2 упаковка алдым, 1,5 коробкасын өзім іштім. Жартысын күйеуім ішті. Күйеуіме бергім келмеді. Өз денсаулығымды бірінші жөндеп алайын, көрейін нәтижесін деп спирулина іштім. Әрине мен иммунитетім көтерілді. Самолеттарда да жақсы ұшқан кезде мен басым қатты ауыратын, сол ол да қойды. Бірінші байқағандарым, кейін август айында менің байқағаным, сонда 2 ай іштім. Қараңыздар, 3-ші айда мен күшті нәтиже көрдім. Мен байқадым, менде аллергия жоқ. Ой, сонда менің қуанғанымды көрсеңіздер. Барлықтарыңызға мен, әр адамға негізінде мен қуанышпен сыйлаймын Atomic компаниясының өнімдерін, себебі расында да өнім жұмыс істейді. Денсаулыққа қажет, сұлулыққа қажет және күш-қуат, ұзақ өмір сүру үшін өте маңызды өнімдер. Рахмет, Мира. Адамдарды қалай шақырдыңыз командаға, сол жайында айтып өтіңізші. Жақсы сұрақ, айтқым келеді, себебі расында да ең басында маған сол сенімсіздік берді маған, мен қалай шақырамын, сондықтан ол сізді түсініп отырмын. Мен не істедім? Мен Стелланың тренингтерінен қалмадым. Қалай адамдар шақыру керек екен. Сонда менің үйренгенім, мен өзімнің бірінші қателігімді байқадым сол кезде. Сөйлеген кезде ең бірінші адамның көзіне қарап сөйлеу керек. Екіншіден, сөйлеген кезде сіз өнімді, әрине сіз көбісінде өнімдерді мақтайды және компанияны мақтайды. Жоқ, сіз өнімді мақтау қажеті жоқ. Сіз жаңа өнімді адамға кигізуіңіз керек. Ол сол өнімді ішкен, басқаша сөзбен айтқанда, сол өнімді ішкен кезде адам не сезеді, өзіне не алады. Әр жан өзіне тәтті. Сол тәттілігін сіз күшейтуіңіз керек. Сол маңызды. Бір сөзбен айтқандай. Ханым, көп рахмет. Біз аяқтаймыз вебинарымызды. Қолдау үшін көп рахмет сіздерге. Ал келесі вебинарымыз
сенбі күні болады. Мен де рахмет айтқым келеді басшылыққа, және Мика сізге де үлкен рахмет осындай мүмкіндікке. Тек алға, Атоми. Алға. Алға. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, қымбатты достар.